Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Құлымбет. Бүгін бізге дивиденд түсті. Бүгін емес, әрине 19 август күні дивиденд түсті 2020 жылы. Сол түскен дивидендке бүгін біз Халық банктың акциясын сатып аламыз. Ең бірінші мен сіздерге өзімнің портфелімді көрсетемін. Бірақ видеоны жалғастырмай тұрып достар, өтініш подписаться кнопкасын басып отырып, лайктарыңызды басып отырыңыздар. 80% адам подписаться кнопкасын баспай қарайды екен. Өтініш достар, қазақ аудиториясын бірге дамытайық, қазақ аудиториясын бірге көтерейік. Сол себепті подписаться кнопкасын басып, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды достар. Менде осындай акцияның компаниялардың акциялары бар қазір қазақстандық рынокта. И онымен қоса мен басқа американский рынокқа тоже инвестиция жасап жатырмын, бірақ әзірше бұл жерде американский портфель көрсетпей тұр. Не үшін екенін білмеймін. Енді бірақ қазақстанский көрсетіп тұр. Сол себепті қазір қазақстанский акциясын сатып аламыз. Менде Халық банктың акциясы 65 акциясы бар. Мына жерде шетінде көріп тұрсаңыз 65 деп тұрған. Менде Халық банктың 65 акциясы бар. Одан кейін Кекок және Казтрансойл. Дивиденд маған түскен. Қазір дивиденд түскенін несін көрсетемін. Денежное движение денег. Осы жерде қарасаңыздар, дивиденды 19 август күні түскен 2020 жылы 110 теңге. Бұны неге шақсақ, 65 акцияға бір акцияның бір дивидендтің бағасы бір акцияға 17,08 теңге. Сонда маған бір Халық банк акциясына 17,08 теңге түсірген. Общий 1110 теңге 20 теңгемен. Осы сумманы біз қайтып реинвестиция жасаймыз и қайтып Халық банктың акциясын сатып аламыз. Себебі қазір кризис болып жатыр. Логично, что по-любому банковский сектор қазір қиын кезеңдер өткізуде. Сол себепті көп осы үшеуі де қазір кішкене минуста жүр. 8% кейін даже түскен. Бұл өте жақсы, себебі біз арзан суммамен сатып аламыз. Ал нормальный ситуация кезінде бұл баға по-любому өседі болашақта. Мен өзім 2 жыл немесе одан да көп жылға инвестиция жасап жатырмын. Сол себепті бұл кішкентай коррекциялар, кризис кезіндегі коррекциялар маған қатты әсер етпейді. Енді біз қазір Халық банктың акциясын сатып аламыз. Даже былай мынаяқтан іздейік, котировка. Чтобы сіздерге түсінікті болу үшін. Мынаяқтан Халық банктың акциясын іздейміз. Міне, кейс Народный банк Казахстана. Басамыз, кіреміз, приказға кіреміз. По рынку тұрады. Себебі қазіргі суммамен сразу сатып аламыз. Максимально қанша алады екен? 10 акция. Давайте 10 акция алайық. Астына сумма приказы 1139 теңге ақшамыз жетеді. Үстінде купить деген купить тұрады. Астында выставить приказ. Басамыз. Сессия безопасность отпечатка пальцке қойдық. Проверяем данные. Все, загрузка болып жатыр. Приказ на покупку 10 штук. Активен. Исполнен. Куплено 10 штук акций. Енді қазір кіріп көреміз. Все, акция сатып алдық. Қазір бізде 75 акция Халық банктан. Енді примерно есептеп көрейік. Егер болашақта бізде осылай тұрса дивидендтің бағасы қанша алады екенбіз. Просто маған интересно, өзім есептеп отырған жақсы көрем. 17.08 бүгінгі берген акцияның бағасымен 75-ке көбейтейік. Болашақта 1281 теңге алады екенмін. Нормально. Былай айтқанда банковский депозиттен әлде қайда көбірек. Болашақта еще акцияның бағасы портфель өскен кезде онда тоже баға өседі. Все, бізде асадықта 79 теңге қалды. Осымен достар, дивидендті алдым. Дивидендтің алған суммасын қайтып реинвестиция жасадым. Халық банктың акциясын тағы сатып алдым. Осымен видеомызды аяқтаймыз. Өтініш достар, видеоны лайктарыңызды басып, комментария сұрақтарыңызды жазып отырыңыздар. Қазақ аудиториясын бірге дамытайық. 80% адам видеоны подписаться кнопкасын баспай қарайды екен. Сол себепті подписаться кнопкасын басып отырыңыздар. Келесі жүзгенше достар. Сау саламатта болайық.